Сәлем достар, бүгін біздер 5G дегеніміз не, біздің елге қашан келеді, қалай пайдаланамыз деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ендеше кеттік. 5G Fifth Generation. Бұл деректерді жылдамдығы секундына бірнеше гигабитқа жететін мобильді байланыс технологияларының 5-ші буыны. Ұялы байланыстың жаңа буындары әрбір 10 жыл сайын пайда болып тұрады. Осы жылдар ішінде технологиялар мен стандарттар өңделіп, инфрақұрылым жаңартылады. Көріп отырған кестеде әр буынның шыққан жылы және енгізілген жаңалығын көруге болады. Алғашқы 1G 1984 жылы қолданысқа енген. Негізгі жаңалығы әрине қарапайым қоңыраулар болған. Келесі буын 2G GSM технологиясын енгізіп, мобильді телефондар бір-біріне SMS жіберу мүмкіндігін қарастырған. 3G буынында интернетке кіру мүмкіндігі қарастырылса, келесі 4-ші буында LTE WiMAX технологиялары арқылы видеостриминг, видеочат секілді жоғары жылдамдықты қажет ететін қосымшалар пайда болды. 5G жаңа технология стандартын IMT 2020 деп атады. Жылдамдығы 20 гигабит секундына дейін Ultra HD 3D видеолар, AI қосымшалары кеңінен қолдану мүмкіндікке ие болады. 5G.security сайтының мәліметі бойынша, көршілес Қытай, Ресей, Батыс Америка елдерінде 5G тесттік жүйеде жұмыс істеп жатқанын байқаймыз. Ал көк түспен белгіленген өз елімізде әлі зерттелу үстінде екенін көруге болады. Сонымен Қазақстанға қашан келеді? Ресми мәліметке сәйкес, Қазақстанда бұл технологияны енгізуді республикалық маңызы бар қалаларда ұйымдастыру жоспарлануда. 2021 жылдың аяғына дейін Нұр-Сұлтан қаласында Назарбаев университеті мен Экспода енгізу жоспарлануда. Ал 2022 жылы әуежай мен вокзалда, ірі сауда орындар мен алаңдарда 5G технологиясы пайда болады. Одан әрі 2023 жылдан бастап еліміздің барлық облыс орталықтарында 5G енгізу жұмыстары жүргізіледі. Тағы бір айта кететін бір жағдай, 5G үшін қазіргі сим-карт қолданылмайды. Оның орнына арнайы бағдарлама орнатылған eSIM атты чип қойылады. Жаңа технология дәуірі жүріп жатыр. Заман ағымына сай IT жаңалықтарды ана тілде жеткізетін IT әлем каналына жазылуды ұмытпағайсыздар.